Есімі мен еңбегі елге таныс. Өмірі өнеге, тағдыры тағылым. Адамзат атаулыға ортақ тұлға. Әуе толқынында өркениетті өзгерткендер хабары. Арма радио тыңдаушы, біз бүгін физика және химия бойынша Нобель сыйлығының 2 мәрте иегері Мария Складовская-Кюри жайында айтамыз. Ол сондай-ақ тарихта Нобель сыйлығының лауреаты болған алғашқы әйел. Сонымен, Мария Складовская-Кюри дегеніміз кім? Мария 1867 жылы 7 қарашада қазіргі Польша астанасы Варшавада ерлер гимназиясының директоры мұғалім Владислав Складовский мен әйелдер гимназиясының директоры Бронислава Богускаяның шаңырағында дүниеге келген. Марияның тұлға болып қалыптасуына ата-анасының, әсіресе әкесінің рөлі күшті болды. Әкесі физика, химия және математиканың соңғы жетістіктерінен хабардар. Өзі де 5 шет тілін еркін меңгерген зиялы жан еді. Анасынан ерте айырылған Мария өзге бауырларымен бірге жоқшылықтың зардабын көп тартады. Әкесіне көмектесу және бауырларын аяқтан тұрғызу мақсатында үйдің 2 қызы Мария мен Бронислава кезек-кезек үй күтушісі болып жұмыс істейді. Соған қарамастан таңнан тұрып физика, химия оқулықтарына жармасып, оқудан қол үзбейді. Тіпті жарлы Жақыбайдың балаларына жасырын 4 жыл сабақ береді. Күнкөріс қамыты Марияның ғылыммен айналсамын, ғалым боламын деген мақсатын көлегейлеп, оны жасытып жіберер ме еді, кім білсін, егер ол жоғары білім алу үшін Парижге кетуге шұғыл шешім қабылдамағанында. Міне, ұлы мақсат жолындағы қайраткерлік дәл осы шешімнен басталған еді. Өйткені сол кезеңде Польша жеріне 3 мемлекет, Ресей империясы, Пруссия және Австрия-Венгрия иелік ететін. Университетте қыздарға білім алу ресми түрде тыйым салынған. Парижге келгесін Сорбонна университетіне түсіп, физика мен математика бойынша ғылыми дәрежелер алады. 1894 жылы ол болашақ күйеуі Пьер Кюримен танысып, көп ұзамай онымен отбасын құрады. Ғылым жолында физик Антуан Анри Беккерельмен де танысады. 3 ғалымның тынымсыз еңбегі өз нәтижесін бермей қоймайды. 1903 жылы Мария мен Пьер Кюри және Анри Беккерель физика саласындағы Нобель сыйлығын алады. Осылайша Мария Нобель сыйлығын алған алғашқы әйел атанады. Өркениетті өзгерткендер. Мария мен Пьер Кюри радиоактивтілік саласында бірлесіп зерттеулер жүргізеді. Мария радиоактивтілік құбылысын бірінші болып сипаттаған және бұл ұғымды ғылымға енгізген. 1898 жылы олар уран рудасынан 2 жаңа элемент полоний мен радийді ашты. Радий сөзі латынша сәуле дегенді, ал полоний Марияның тарихи отаны Полон, яғни Польша дегенді білдіреді. Олар ашқан полоний элементі антистатикалық құрылғыларда, ғарышты игеру технологиясында, ядролық энергетика мен қару жасауда, ғылыми зерттеу жүргізу сынақтарында кеңінен қолданылады. Ал радий медицинада, ғылымда және өнеркәсіпте пайдаланылады. Алайда аталған 2 элемент адам денсаулығы мен қоршаған орта үшін аса қауіпті болғандықтан, соңғы жылдары көптеген салада олардың орнын басқа изотоптармен ауыстырған. 1906 жылы күйеуі қайтыс болғаннан кейін Мария Париж университетіне профессор ретінде шақырылады. Сөйтіп күйеуінің орнына қызметке алынады. Мария Кюри сондай-ақ Париж медицина академиясының мүшесі болған алғашқы әйел. Ол Парижде және Варшавада Кюри институттарын құруға атсалысады. Ғылымға қосқан елеулі үлесімен және көптеген кедергіні жеңіп, әйелдердің ғылым саласындағы орнын нығайтуға қадам жасауымен де ол өшпес із қалдырған. Марияның ғылыми қызметі бұдан әрде жалғаса береді. Ол 1911 жылы химия саласындағы 2-ші Нобель сыйлығын алып, 2 түрлі ғылым саласында марапатталған ғалым ретінде тарих беттеріне енді. Бұл марапат радий мен полоний элементтерін оқшаулағаны және олардың қасиеттерін зерттеген үшін берілді. Мария Кюри бұрын айтқанымыздай, тек ғылымға ғана емес, медицинаға да зор үлес қосты. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде ол радиологияның медицинадағы қолданылуын зерттеп, жарақаттанған әскерилерді рентген сәулелері арқылы диагностикалау жүйесін енгізді. Оның жұмысы қазіргі радиология мен ядролық медицинаның, сонымен қатар ядролық физиканың негізін қалады. Мария Кюри ұзақ уақыт бойы радиоактивті материалдармен жұмыс істегендіктен, оның денсаулығы нашарлап кеткен еді. Ұзақ уақыт емделгеніне қарамастан, радиация әсерінен болатын сүйек майының аплазиясы ауруы меңдеп, 1934 жылы 4 шілдеде дүние салды. Мария Складовская-Кюри әйелдердің де ғылыммен айналыса алатынын өз ісімен дәлелдеп кетті. Оның өмірі табандылық пен білімге деген құштарлықтың жарқын мысалы.
адамзат өркениетіне сүбелі үлес қосқан ғалымның есімі ешқашан ұмытылмайды. Хабарды дайындап мәтінін оққан Жанболат Шәкім, дыбысын қадағалап әуенмен әрлеген Қайсар Тұрмағанбет. Сіздер Қазақ радиосынан өркениетті өзгерткендер хабарын тыңдадыңыздар.